Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ұлбосын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, қытырлақ, жасалу жолы өте оңай. Чебуреки дайындайтын боламыз. Осы рецептпен жасап жүргеніме біраз болды. Өзіме қатты ұнайды. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ұнайды деген ойдамын. Енді ең бірінші бізге ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Керек мөлшерде ұнымызды салып алғаннан кейін міндетті түрде қайнап тұрған суды құямыз. Қасықпен араластырып аламыз. Тұзымызды қосамыз және де сұйық майымызды қосатын боламыз. Барлығын біркелкі араластырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін осындай өте әдемі қамыр болды. Қамырымызды таза пакетке салып 15 минутқа бір шетке алып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырымызды алып, бөліп, оны майда бөлшектерге бөліп қоямыз. Менде 20 шақты чебурекидің қамыры шықты. Осылай барлығын домалақтап қойғаннан кейін бетін тағы да жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына бізде тартылған ет және де көк пияз. Тұзымызды, бұрышымызды қосып аламыз. Және де сұйық майды қосуды ұмытпаймыз. Барлығын араластырып аламыз. Толық рецепті видеоның астына описание бөліміне жазып кетем. Енді 15 минут, жарты сағат 15 минут тұрған домалақ қамырларымызды алып жайып бастаймыз. Осылай жұқа етіп жайып аламыз. Одан кейін ортасына салмасын саламыз. Қамырымыз өте қатты жұқада емес және де қалың емес, орташа болу қажет. Енді шеттерін біріктіреміз. Шанышқының көмегімен әдемілеп шықсаңыздар болады осылай. Барлығын осылай жасап аламыз және де бір шетке қойып қоямыз. Алдын ала жасап, оған дейін табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға чебурекиларымызды салып пісіре бастаймыз. Және де осы жерде айта кетейін, осындай қасықтың көмегімен чебурекиларымыздың үстіне майды құйып шығамыз. Осы міндетті, сол кезде біздің чебурекиларымыз ісіп өте әдемі болып шығады. Екі жағын алтын түсте сары етіп піскенше екі жағын аударып пісіріп аламыз. Чебурекиларымыздың барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Барлық чебурекиларымыз дайын, достар, өте әдемі, керемет, дәмді чебурекилар пісті. Жасап көріңіздер. Енді ортасын бөліп көреміз. Өте дәмді, достар, жасап көрсеңіздер болады. Жұп-жұмсақ, қытырлақ, керемет дәмді чебурекиларымыз пісті. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз болса, рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ұлбосын, астарыңыз дәмді болсын.